Сәлем достар, менде бүгін ерекше шығарылым. Сіздердің алдарыңыздағы өнімнің авторы Берік. Бұл кісі қымыздан балмұздақтар жасайды, және оның дәмін мен бүгін алғашқы рет көремін. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Әлука Мукбак каналының көрермендеріне дұғай сәлем. Неке бүгін Әлия өзіңіздің бірінші кезекте. Біз осыған дейін еш дәмін көрген жоқпыз. Әлия бірінші рет болып қымыздан балмұздақты көреді. Қымыздан. Бұл қымыздан көріңіз. Бісміллә деп. Балмұздағымыз еріп кетпесе енді. Кішкене жібіп қалды енді. Өйткені біз дайындалғанша видеоға мен естігенмін. Қымыздан балмұздақ жасайды, бізде бар дегенді, бірақ алғаш рет көріп тұрмын. Дәмін өте ерекше. Өзің мысалы ненің дәміне ұқсайды, мысалы қандай әсер етесің? Иісі мен ең бірінші ескеймін тамақтарды жемес бұрын қымыздың иісі. Ал жегенде маған осыны жеп көрген кісілер айтатын, қымыздың дәмі бар, бірақ бір тәтті қымыз сияқты деп. Мен басқалай елестеткем. Онша болмайды деп ойлағам. Деп ойлағам. Тәтті қымыз деген, ол значит дәмі жаман деп ойлағам. Бірақ ерекше. Енді өзіңе дәмі қалай ерекше. Ұнап отыр ма? Сен мені қорқыттың ғой что-то. Ұнамай отыр ма? Ұнап отыр. Енді бұл еріп қалуы мүмкін енді. Мен сол жағынан кішкене уайымдап отырмын. Еріп қалай болып қалды екен деп. Өте дәмді ерекше. Тәп-тәтті емес. Меру дейді ғой. Меру. Мен осы қымыздақ балмұздақ жасаған кезде мен сондай нені алдыға қоямын. Балмұздақ тым тәтті болмау керек. Енді менің осы концепциям осы жерде. Ол десерт ретінде де ерекше. Десерт ретінде, сондықтан тәтті де емес, тым басқандай дәмді емес, орташа. Бірақ ерекше. Келісесің бе? Ерекше. Просто мен енді бұл осы қымыздан балмұздағымды мен мақтанып ұсынамын, шынымды айтсам. Бұл мақтаныш көремін, өте үлкен мақтаныш. Бұның кішкене дәмін мен өзімді алғашқы рецепттен кішкене өзгешелік енгіздім бұған. Кішкене консистенциясына, басқа жақтарына. Бүгін Әлия өзің көріп отырсың, сенің осы каналың үшін, сен үшін осындай мен балмұздақ тек қана қымыздан емес бүгін 11 бұл барлығы әртүрлі. Бұның өзінің дәмі әртүрлі болғанмен қоса, оның жасалу технологиясының өзі бөлек та. Бұл жерде 3 технологиямен жасалған 11 дәмді алдыңа әкеп ұсынып отырмын. Қызықты болады деп ойлаймын. Ерекшелік, яғни өнімнің өзінде ғана емес, біздің видеомыздың форматында да ерекшелік болады. Яғни мен дәмін білмей табуым керек. Бастайық па? Бастайық. Басынан бастай берейік. Басынан бастап көре бер. Бірдейлері жоқ. Жоқ, бірдейлері. Чтоб біз бірге жеп отыратындай. Жоқ, жей. Бірге де жеуге болады. Сен таппасаң мен жеймін ғой. Кей дәмдерді өзіңді таппай қалуы мүмкін да? Мүмкін түсінен қарап бір белгі болады. Мысалы, көрермендерге де көрсетейік, түсі қандай, не деп ойлайды екен, өз ойларыңызды айта отырыңыздар, жазып отырыңыздар. Бұл балмұздақтан қандай әсер алып отырсың? Майлылық, тәттілік. Бұл енді классикалық балмұздаққа жақын. Бірақ дәмінде мысалы мына сияқты балмұздақтар менің өзіме тым тәтті, тым калорийный. Менің өзімнің қабылдауым бойынша. Бірақ осындай балмұздақты ұнататын адамдар бар. Бұндай балмұздақты мен бір қысқы балмұздақ, сондай бір тойымды балмұздақ. Бұның бір белгілі бар ғой дәмі. Дәмі бар, әрине бар. Бұл қызық болды ғой, сіз таба алмай отырсыз, Жоқ, мен өзімді соған негізі рассчитывал. Шоколад мороженое емес. Енді өзің хотя бы жақындап көрші, қандай нұсқалар бар? Нұсқа да айта алмай отырмын. Нұсқа да айта алмайсың ба? Жақсы, онда бітейік. Мені түсі кішкене шатастырып отыр. Бітейік. Әлия, мен сені қазір зорламай қояйын. Бұны жауып қояйық. Жауабын да білмесең, келесіге көрейік. Бұл қымыз сияқты түсіне қарағанда. Бір қарағанда. Сосын мына жерде бір айта кетейін, мен өзім осындай балмұздақ жасағанда түсін көп бояу қоспаймын.
Кола ма? түсі Коланы бәрекелді. Коланы мен кез келген нәрседен табамын. Кока-коламен жасалған, иә, сен енді талай кока-коланы пысылдатқаның көрініп тұр. Мен даже осы жолы көрермендерге айта кетейін, байқасаңыздар. Мынау Кореяның мукбангтерін көрсек өзі пыс деп отырмай ма? Сондықтан міне бүгін Әлияға мен арнайы мынау 15-ші күні махаббат күні болды ғой. Иә, қозы көрпеш байғысы. Иә, қозы көрпеш осындай пысылдататын сусын алып келдім. Осыны пысылдатып, пысылдатып жіберейік дәл қазір соны, да? Бісміллә. Лавис. Келесі. Мынаны таптым. Мен оқыған жоқпын сырттарын. Оқыған жоқсыз. Жоқ, ол мына жерде оқығанда да көбінесе, мысалы қарасаңыздар, мен жаңа дәм деп қана тұр да көбінде. Сондықтан. Бұл енді мынау кішкене. Не деп ойлайсыздар? Көрініп тұрған шығар. Видеоны паузаға қойып, комментарий жазып отырыңыздар. Олай болады. Қалай ойлайсыздар? Мысалы, кей балмұздақтар былай жасалады, кей балмұздақтар былай деген сияқты. Сондықтан қызық болу үшін. Қазақи бір дәм ғой деймін, бұл. Енді көріңіз дәмін. Үйісімен. Бұл жерде қазақи деген қымызымыз бар, енді одан өткен қазақи немене болуы мүмкін. Персик па? Жақын. Мінекей мен сізге бір не берейін тағы да. Жеміс жидек деген, е? Жоқ, жеміс жидек, жоқ, жақсы. Бұл абрикос. Бұл балмұздақ емес, бұл сарбет деп аталады. Сарбет. Жемістен жасалады ғой. Бұл жерде сливки, мысалы, жануардан андай. Болады ғой, вегандар болады, мысалы. Тағы да басқа жануардың сүтін ішпейтін. Болады ғой, неше түрлі. Енді одан бөлек просто калориясы аз, охлаждающий десерт. Мен өзім бұны осы бағдарлама үшін бірінші жасап көрдім. Өзіме де қатты ұнады негізі. Жалпы қандай баға бересің осындай десерт? Өте дәмді. Мен әрқашан әр видеомда айтамын, мен сладкая ешкі емеспін, яғни мен тәттіні қатты жақсы көрмеймін. Бірақ бұлар шында да меру деген қазақшаға айтса болады. Орнымен дейік пе? Тәттілігі орнымен. Мен бағана айтып өткендей, мен бұл балмұздақтарды қатты бояу қоспаймын. Иісінен біліп қойдым, айтайын ба? Иә. Черника. Смородина. Өте қарақат. Өте жақын. Дұрыс қарақат. Өте жақсы өремін. Бұл қарақаттікі. Өзімді, жалпы, менің өңірімді Тайын тауынанмын. Сол жерде бізде қара жидек өседі. Ол өте сирек, өз таудың басында өседі. Менің туыстарым, жалпы біздің ауылдастар сол қара жидекті керемет бір, қалай айтсам болады, Құдайдың жемісіндей көреміз да біз. Өте қадірлейміз, мысалы. Оның орысшасы қандай? Черника. Бұл черника емес бірақ. Мен жаңа әңгімені черника жайлы. Бұл қарақат. Қалай сізге дәмі? Өте дәмді. Сол анандай, мысалы. Жақсы өремін қарақатты. Күш қалтырамыз. Сізмен бірге жеміз, күш қалтырамыз, бәрін опырып, әлі бізде асап жемейміз, ақырын түртіп. Сосын құрметті көрермендер, бүгін мен Әлия қарындасыма рахмет айтқым келеді. Мені шақырып, ауыз аштық жаңа екеміз. Сондықтан үлкен рахмет, сауабы тие берсін. Өздеріңіз де мына жерде ораза ұстап жүрген жандар болса, оразаларыңыз қабыл болсын. Сол Алладан сұраған арман тілектеріңіз орындалсын. В общем, бәрлеріңізге жақсылық. Қазағым жасасын, қазақтың жігіттері жасай берсін. Жақсы. Сізге де тұтқан оразаңыз қабыл болсын. Ойламаған жерден ауыз ашар жасаймын. Жоқ. Сондай сауабы тие берсін, мол бар. Рахмет. Ал енді көш. Қазақилықтың иісі бар ма бұл жерде? Мен шатастырып отырсыз ба? Шын айтып отырсыз? Жоқ, шын айтып отырмын. Не мен шатастырып отырмын ба? Мені. Жоқ. Көрермендерімізге де көрсетейік. Бұл қандай дәм болуы мүмкін? Ақ. Құрттың дәмі сияқты. Құрттың дәмі сияқты, иә. Енді ойлаңыз осы жерде. Жоқ, құрт деген жақын. Сүзбе. Әлі қымыз. Тағы не болады? Шұбат. Жақсы, сосын Саумал. Өте керемет, дұрыс. Саумалдың дәмі.
бәсе өте алыстағы дәм бұл. Саумал деген. Иә, мен саумал ішіп көргенмін, мүлде дәмі жоқ болған. Иә, енді көбінесе мына саумалды, мысалы, балаларға осы жылы тренд болды ғой, карантинге шыққалы, саумал ішу бәрі. Сондықтан мысалы, көбінесе балалар саумалды ішпейді да. Яғни оның құрамы бәрі сақтала ма балмұздақта? Иә, мысалы, мына балмұздақта саумалдың үлесі 50%. Мен өзім кей нелерін нетіп жатырмын да. Шұбат па? Шұбат қақсай ма? Майлық бар ма бұл жерде? Мен өзімде даже. Бар. Дәмі қызықтау, иә? Енді? Дұрыс шұбаттың дәмі. Мен ұнатпаймын шұбатты. Иә, ұнатты қызықтайсыз сіз. Сондықтан. Иә, көрдім некеш. Енді жаңа дәм болады. Шұбатты онда былай қойып қоямыз. Шұбат осы шығыстарға өтпей қалды, в общем. Оны көбінесе ана батыс жақтар шұбатты ұнатады. Енді біздің жақтар шын шұбаттың дәмін түсінбей жатырмыз біраз. Так, келесі дәмге көшейік. Тоже жаңа. Ол кішкентайымыздан үйренбеген дәм болғаннан кейін. Кішкене еріп қалды ғой. Кейбіреулер еріп жатыр, енді оған айып етпеңіздер. Бірақ ерсе де ол балмұздақ өзінің дәмділігін жоғалтпайды. Иә, жоғалтпайды. Енді бұны өзіңіз де біліп отырған шығарсыз. Қалай болыпты екен. Енді көрейінші. Шоколад жай. Сливочный. Жоқ, міне қарай қойды. Бұл просто еріп қалыпты. Еріп қалыпты кішкене. Орео. Иә. Орео қосылған классический сливочный балмұздақ. Орео қосылған балаларға арналған. Бірақ сатылымда негізі менде бұл түрлердің барлығы жоқ. Негізі 5-ақ тұр. Сол қымыз, саумал, қымыз шоколад, кока-кола и бір жеміс тұрады. Жеміс тұрады. Мынау енді эксперимент ретінде қазір қолым тигендіктен әлия өзің үшін бірінші кезекте кішкене сені удивить ету үшін. Біздің қалада сіздердің сауда нүктелеріңіз қандай жерлерде бар? Өскемен қаласынан оқырмандар көп сұрап жатады. Иә, егер де Өскемен қаласы болса, былтырғы жылда көрген болуларыңыз мүмкін. Әлемде, орталық базар жақта әлем сауда үйінде болдық. Сонымен қатар фреш маркетте болдық. Енді ол біздің қазақтың көпшілігі кішітта тұрады ғой. Көпшілік білет, негізі айтып жатыр. Сол карантинге байланысты енді былтыр біз сол 2 нүктемен ғана жұмыс істедік. Ол біздің енді ашылуымыз болған. Бір парктен ашылып көру сонда ой бар негізі. 5 нүктеге дейін ашылып көруге тырысамыз. Мүмкіндігіміз келсе енді Алла қалап бәрі болатын болса, 5 нүктеден шығамыз. Сол өнім жайлы айта кететін болсам, сол мен осы өнімімді өзім мақтанып тұтамын, шын айтсам. Мынау енді көпшілігін көрсетіп отырмын сіздерге. Бірақ дегенмен де ең негізгі біздің түр ол қымыздан жасалған балмұздақ. Негізгі мақсат сол қымыздың балмұздағын халыққа таныту. Саумал, қымыз. Мысалы мен басында қымыз ұсынамын, ол ұнамаса саумал ұсынамын. Саумал ұнамай жатса коньяктың варианты бар деп айтып көремін. Ол ұнамайды десе кока-кола, солай да. Мысалы жаз кезінде әсіресе, жаз кезінде айта кетейін, көрермендерге әсіресе маған ұнағаны мына неден қауын қарбыздан мысалы өте керемет болды. Оның соғы көп, сочный да. Ол менің балмұздақтарым мысалы мынаның дәмі қалай ойлайсың? Ваниль ма? Сен үшін есіңде сез ана концентрациясын, тәттілігін? Ең алғашқы нұсқа ваниль келді. Өте дұрыс негізі. Сонымен қандай балмұздақ деп ойлайсың? Бұл менің досымның сұрауымен, енді сен дарын досым менен сұраған. Берік, сен осындай балмұздақ жасасаңшы, халық атын даже маған айтады, ностальгия деп қойсаңшы дейді. Қалай ойлайсың сонда? Ностальгия. Сағыну. Советское мороженое. Иә, өте дұрыс. Советский пломбирдің дәмі. Иә, натуральный советский пломбирдің дәмі. Сол кездегі гос бойынша, сол кездегі жирность, тәттілік мысалы. Сондаймен жасалғанда бұл енді. Бұның жасалу технологиясының өзі бөлектеу кішкене. Мен осындайды естігенде бірден ата-анама апарып дәмін көрсеткім келеді, өйткені қазіргі пломбирді жеген кезде түрлі пломбирлар алып көрдік, сонда үйде айтып отырады. Мынандай болған жоқ деп, иә. Енді мынаны қазір қалтырайық. Көріп байқайтын шығар. Тағы да жемістен жасалған, енді тіліне аппетитіне болса да дәмі
Бұл да сарбет. Лесные ягоды дейді ғой, сондай бір. Сен үшін қалай тура шешіп тастадың ғой, сол жай бүйтіп қуып отырып. Есінен сезіп қойдым. Сен аспан қата салғанын дөп дейді ғой. Жоқ, дәмді. Әдетте, ең бірінші нұсқа, дұрыс нұсқа деп айтып жатады. Сен на уровне, знаешь, интуиции бүйтіп айта салдың, дәп-су. Қалай ой келді осындай балмұздақпен айналысам деген? Енді негізінен сол жаңа айттым ғой, мен бір кәсіппен айналыстым, одан кейін тағы да бір нәрсемен айналыссам деген ой болды. Содан кейін ойланып жүрдім осы негізі андай мойка самообслуживание дейді ғой. Иә. Немесе сондаймен айналсам ба, немесе тағы да бір осындай бір қазақи бір өнім болса деп жүрдім негізі өзім. Қазақи. Сосын осы қымыздан балмұздақты бір жерден естідім. Өстіп Семейде ашылыпты, істеп жатыр екен деп. Сосын ойладым, соны өзі барып көрейікші. Ол не екен, дәмі ұнай ма екен. Сол кездегі әсерім менде өте керемет болды. Мен айттым, сразу айттым, көп ойланбадым, мынаны істеу керек. Сосын сол жердегі Айдын бауырыңызбен сөйлесіп, келісім шартқа отырып айту. Соның енді бұл сол семейлік жас жігіт осының бәрін ойлап тауып, патенттеп, заңдастырып алған ғой. Содан біз рұқсат алып, сонымен серіктес болайық, өзімізді осы жақта өндірейік деп, соны рецебін алып, соны осы жақта жасап жатырмыз. Енді алдыңғы жылы ашылдық қой менің өзі. Негізі жолдастарым, журналистік сферада жүрген достарым көп қой. Оның бәрі естігеннен кейін бұл журналистердің өзіне де бір хайп қой. Келіп, түсіргісі келіп, мен көп көріп, виза болып қалдым ол кезде. Телеарнаға да шықтым, анау қазір еще бәрі келеді де бүйтіп жүріп, неше түрлі болып түсіреді ғой. Блогердар да келді сол кезде. Бір енді басында тоже осылай сіз сияқты бірінші рет дәм татып, мен әсеріңді сразу айт дедім да журналистке. Одан кейін оған алдын ала айтып қойдым. Ол қышқыл тәтті болады деп. Одан кейін әлгі журналист қыз енді қышқылға дайындалып алған ғой. Мен каким-то образом шатасып кетіп оған саумалды беріп қойғам ғой. Саумалды беріп қойдым, ана қыз жетті. Былқ етпей ары қарай айтып жатыр, ол қымыздан жасалған балмұздақ деген деп өзінің репортажын бітіріп тастады да. Соны айтады, ұяға мынауыңызды қышқыл емес қой дейді аяғың. Жоқ, отыграла прям хорошо. Отыграла, все прям хорошо. Мен байқадым, одан айтады, ұяға мынауыңызды қышқыл емес қой дейді маған. Мен шын қарасам, мен оған шатасып қымыздың орнына саумал беріп жібердім да. Содан кейін қымыз бердім, айтады, вот сіз даете деп, сондай қызық болған. Ал бұның дәмі қалай ойлайсың? Бұл да бір білмеймін, бізде уже бол қойды ғой, шұбат болды. Шұбат болды, иә. Бұл енді неге ұқсайды? Бұл да қышқыл тәтті, бірақ қымыз сияқты емес бағана. Қымыз бәле. Сен қазір сен қымызды көрген, мұнда қымыз болған жоқ қой. Иә. Ана қымызды көрдік. Оның бірнеше түрі бар ма? Бірнеше түрі бар. Жаңа сіз шоколадный қымыз деп айтқаныңыз. Иә, ана шоколадный ол. Маған бірақ сливочный больше ұнады. Өйткені мүмкін мен шоколадный мороженыйды жақсы көрмегендігімнен шығар. Изначально. Просто ана. Сосын жаңа тағы да бір қызық история. Мынау Алматыда білесің бе? Автобустан шығады да болар. Роза Бакиева, прямо Ташкентский. Мысалы, мен өзім Алматы оқуға түскен кезде соны көріп, мен үшін шок болатын. Сосын соны мен осы жол қымыздан балмұздақ сатқанда мен өзім сондай шығардым. Қымыздан балмұздақ дәмін көріңіздер деп айғалап сатам да. Маңайдағылар бәрі шок. Не істеп жатсың сен дейді. Не істеп жатсың дейді еще ана. Бір далада емес, торговый домның ішінде тұрып айғалап отырасың ғой. Содан ана көбінесе апайлар кетіп бара жатқан ойлайды. Қымыз кер жоқ бізге, қымыз бер жоқ. Картоннан өзіміз заказ беріп қойғанбыз дейді да. Сөйтіп айтады, мен айтамын, апай, қымыз емес. Қымыздан балмұздақ, тоқтаңызшы, дәмін көріңізші. Сол кезде дәмін көреді да көбі бар ғой. Басында жүгіріп бара жатқан адам тоқтап, шынында да бұның ерекше екен дейді да. Мен өзім ойлаймын, қаны қазақ, жаны қазақтар бұл өнімді керемет түсінеді. Мынау классический қымыз. Мен де жаңа оқып қойдым деп айтқалы отыр едім. Классический қымыз, дәмін көрші. Бұл кішкене бәрі ер жат, бірақ осылай нежнее өте дәмді негізі. Жаңағы айғалаған туралы айтып өтсем, біздің қалада ол мүлдем жат нәрсе. Иә, мүлдем жат. Бізде ондай сауда, ондай активно жүрмейді. Оңтүстікте сияқты олай. Оңтүстікте сені 1 километр жерден қарсы алып алады ғой, аға, көке, жүріңіз деп. Бізде олай емес. Бізде саудан әшейін как будто бар ғой,
продавецтердің өзі мен талай адамды жұмысқа жалдадым ғой. Қарашы, әлия бір қызық жағдай. Орысша жазсам өңкей орыстар звондайды. Қазақша жазсам өңкей оралман бауырларым звондайды. Сосын мен айтамын, біздің қазақтар қайда екен? Біздің қазақтар қайда деймін да. Мен таңғаламын. Сосын біздікілер арасында звондайды. Мен айтамын, келгеннен кейін үйретемін, өстіп айтыңдар. Көбі бізде оған үйренбеген. Бізде сауда жасай білмейміз біз. Иә, білмейді. Біздегі сатушыларға сатып алушылар бір жалынып тұрған сияқтысың. Қарызға алып кеткен, басындай бір ыңғайсыз. Бұл мороженныйдың өзі сатылу бағасы да арзан емес, сол себеп. Өйткені қымыз қымбат қазір. Сосын натуральный сливки, сүт қосылады, бұнда ингредиенттер бар ғой. Сондықтан просто маған, мен соответственно солай жасайын да, бағасы да кішкене қымбаттау. Мысалы, біздің бір порция, енді көп айтады, 300 теңге. Қарапайым балмұздақтың бір порциясы 200 теңге. Шамамен алсақ? Жоқ, мына жаңағыдай рожок болса. Рожок та сол 300 теңге болады. Бірақ басқа балмұздақтарда сондай ғой. Иә. Осындай рожокта сатылып тұратын көшеде. Жоқ, енді ол ана құйылма балмұздақтар, мысалы 150 болған. Жоқ, андай кәдімгідей қасықпен алып беретіндер де солай ғой. 250. Жоқ, олар енді бізден кішкене арзанырақ. Олардың килограмм, мысалы 2000 болса, біздің килограмм 3000 теңге. Бір адамға келіп бір рет сатып алған үшін ол қымбат деп мен есептемеймін. 50 теңгенің арысына берсін, басқа жерден. Енді бұл ерекше өнімді, шынында да көп адамдар бұны бірінші рет дамытады. Иә, оның үстіне ерекше. Иә, содан кейін кейбір менен бәрін тауысып қойдым. Асап сіз айтпақшы. Менің айтайын дегенім, кейбір қазақтар орынсыз жерде патриоттылықтарын қосып жатады. Бір керек емес жерде, немесе бір қандай да бір видео көрсе, әлеуметтік желілерде жазғанда сондай. Мен қазақтарды шақырушы едім, осындай кездерде патриоттылығын көрсетіп, қазақи өнімді қолдап, көпшілікке таратып, осы ақпаратты солай жасаса, бұл өте үлкен патриоттылықтың белгісі деп айтушы едім. Қазақилықты дәріптеу. Иә, бір жағынан. Ол егерде мына көрермендеріміз қолдап жататын болса, мыңда бір рахмет. Әшінде осындай өнім бар екен деп біліп жүрсеңіздер, мысалы, уже маған приятно да, мысалы, кейбір адамдар, көрдік сізді десе, дәмін көрмесе де көріп ойымыз деп жатса, мысалы, мен өзім қуанам. Сіздерде Инстаграм парақша бар ғой? Иә, Инстаграм парақшамыз бар. Астына қалдырып кетемін, міндетті түрде. Инстаграм парақшамыз бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Қазақтың жігіттері жасай берсін деп, шынында да жасай берсін. Оның өзінде дәлелдегенде де басқа елге шығып келіп дәлелдеп жатыр. Сондықтан өзіміздікілерді уақытында мойындайық, уақытында. Қалай айтсам болады? Енді просто бар кезінде қолдайық. Иә, бар кезінде қолдайық қой, бізде де особо. Маған, мен өзім жайында айтсам, менің видеоларымның астына көп адамдар жазып жатады. Қазақша сөйле, қазақ емессің бе, не деген қазақсың деген сияқты. Бұл мен қай тілде сөйлейтінім емес, басқа дүниелерге кішкене назар аударсаңыздар. Сонда ғана өсеміз. Біздікілер сол тілге көп тіреліп қалады шынында. Тілге сондай. Шын ол маңызды емес шынында да. Тіл мен де ойлаймын. Бізге ең бастысы біздің халық даму керек. Адамдарымыз даму керек. Қай тілде ойын жеткізеді, мысалы, енді әлия, енді сен айта алмаймыз ғой, сен қазақша білмейді емессің ғой. Сен қазақша да сөйлейсің, орысша да сөйлейсің. Сол кезде оған шын сондай бір. Сосын тағы да анандай, мысалы, әлияға көбінесе айтып жатады, мен таң қаламын ана. Тамақ ішкенде аузын жауып сөйлемей деп. Енді осы видеоблогтың мақсаты да сол ғой, айтып отыр. Мысалы, маған әлияның видеоларын көргенде оның ең ұнайтыны тамақ емес, әңгімесі ұнайды да. Әңгімесі қызықтысы, шынында да әңгімесі. Сондықтан мен таң қаламын, кейбір аузын жауып отырып, тамағын ішіп, сонда енді өзіңіз ойлаңызшы, тамақтың қойып, ешкімге ештеңе айтпай, үндемей отырып өзі хомячить етіп отырса. Я енді артық кетпесін, дегенмен де қалай өмірде қалайсың, солай жүру. Біз жаңа бір дәмді таппадық, сен? Иә. Соған вернемся, попробуй. Тағы да бұл енді еріп кетті, көрермендер өзі қазір өзі мен қорқып отырмын, қазір бір артық нәрсе қойып, мынау не деген бәдік, мынау не деген андай қалай өтіп тұр, болады ғой. Мен айтып тұрмын, мен біреу айтады сөйлемей же тамақты ғана дейді, біреу айтады жей бермей сөйле дейді. Сондай өте әртүрлі болады, яғни бәріне жағу мүмкін емес. Талаптар слишком қояды да, өзі сол талаптарға сай келе ме екен деген ой туады ғой. Содан кейін жаңа бәрі әйелдер осылай отырады дейсіз. Менің ойымша адамдардың миында былай қалыптасқан ғой деймін. Қазақша сен сөйлеп отырсаң, таза қазақша, сен дұрыс сөйлеуің керек, артықты не айтпауың керек.
өзіңді белгілі бір осылай ұстауың керек деп оғып алады ғой деймін. Өйткені мен де міне қазақша мукбанг түсіре бастағанда кейбір тақырып мен еркін отырам, еркін сөйлеймін. Сосын түрлі тақырыптарды сонда айтып жатады. Жоқ, мен таза қазақша сөйлеуге тырысам видеоларымда, бірақ еркін тақырыптарда сөйлеуге тырысам. Яғни қазақша сөйлеп отырмын екен деп бір дұрыс тақырыптарды ғана қозғамай, былай жалпы. Свободны болуымыз керек. Сондықтан творчество, мыслить етіп, креативить ету үшін ондай зажатый рамкада жүрмеу керек. То нельзя, это нельзя, анау нельзя. Ну как? Онда өмір сүрудің қызығы да жоқ та. Жерге бір виски қойып қоямыз ғой деймін, не болды? Бізге тағы бірнеше мукбанг түсіру керек сияқты. Провокация болу үшін. Жоқ, енді әңгімеміз жарасып отыратын болса. Маған бір дәмге ұқсап тұр, мүмкін бір подкастқа бересіз. Подкастқа беремін. Жаңа да мен рожокты жеп алдым да, ұмытып кеттім. Тағы да екеуі араласып тұр, бірінші сияқты. Подкастқа берейін. Бұнда бұл бір сусынның дәмі. Сусынның дәмі. Және де бұны көпшілік американдықтар әсіресе таңмен ішеді. Апельсин ба бұл? Жоқ, мен сусын дедім ғой, сусын. Енді күнделік ішетін. Свежевыжатый сок деп ойлап оқып отырмын. Таңертең мысалы, таңертең ішкенде. Көбі қазір собой дейді. Кофе? Кофе. Капучиноның дәмі ғой. Бір тәттілік болғаннан кейін шатасып отырмын мен. Әйтпесе шында. Капучиноның дәмі ғой, капучино. Сен бәрін жедің ба, тағы қалды ма? Қымыз. Бәрін жедіне көрсеттім көрермендерге. Өте ұқсас дәмдер, әрине, танисың бірден. Сондықтан адам өзі бастапқыдан нені ұнатпайды, ол дәммен де ұнатпайды деп ойлаймын балмұздақты. Ал нені жақсы көреді? Мысалы, қымызды мен жақсы көремін, маған балмұздақ өте ұнады. Осындай форматта, яғни қымыздың осындай форматы деп айтамыз ба? Өте ұнады. Мысалы, Орионы мен ұнатпаймын. Сондықтан шоколадный мороженыйды ұнатпаймын. Сондықтан жаңағыдай қалай бар солай айтып отырмын сіздерге. Негізі шын, мысалы, мен жаңа айттым ғой, 80% адам деп. Шын кейбір даже қазақ адамдар қымызды ұнатпайды шында да. Сосын айтады, мен шында да қымызды өмірде де ұнатпайтын едім дейді. Өмірде де ұнатпаймын, балмұздақ ретінде де ұнатпаймын дейді оны. Маған шұбатты да мысалы мен. Шұбат сізге жоқ, шұбаттың да өз дәмі специфичный. Сізге сәттілік тілеймін, үлкен сәттілік, өсе беріңіз, биік шыңдардан көріне беріңіз. Бұл өте жақсы, белсенді түрде барлық сферамен дейді, барлық адамдармен осылай табысып жатқаныңыз, жұмыс істеп жатқандығыңыз барлығы. Бүгінгі видеоға да үлкен рахмет. Үлкен ассортиментіңізге рахмет. Барлығы өте дәмді болды. Қалай бар солай айтып отырдым. Сіздерге сілтемесін астына міндетті түрде қалдырып кетемін. Өте қызық болды деп ойлаймын. 1 сағаттың қалай өтіп кеткенін де байқамадым. Шын айтсам, мен де өзі. Сондықтан дұрыс қабылдауларыңызды сұраймын. Әлия, өзіңе тағы да бір рет рахмет. Аузымды аштың, өстіп шақырдың, мысалы. Оның бәрі сенің де бір нең да кең жайдарлығың деп білемін мен өзім. Рахмет өзім. Мен өзім өте ризамын. Мысалы, бұл блогерство өстіп көрермендердің қазір ешкім жоқ сияқты. Но бірақ енді ар жағынан көрермендер бар ғой. Сондықтан мен өзіме де бір үлкен жауапкершілік сезініп отырмын. Енді көрермендеріңізге барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Әлия қарындасымның енді осындай творчествосын қолдап көріп жүргендеріңізге рахмет. Ары қарай да қолдаңыздар. Енді 10 мыңға жетейік, 5 мың міне болып тортты жеп тастадық. 10 мыңда мынандай торт жейтін болайық. Соған Алла жеткізсін. Сіздердің қолдауыңыздарыңызбен әрине. Сіздерге көптеген рахмет. Рахмет. Сау болыңыздар.